Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мінеке, Аллаға шүкір, бақ берген бауырымызға халық болып, ел болып соғып жатқан үйіміз қазіргі таңда шатырына жеттік қой. Шатырына жеттік. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Өткенде ғана осы жерде отырып бір видео түсірген едік. Ол кезде тек қана іргетасы бар еді. Қазір болса мына ұсталар көтеріп үстін бәрін жауып қойды. Қалай бақ берген? Ассалаумағалейкум. Көңіл күйің қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Үйімізде бітіп жатыр. Қазақ халқыма рахмет айтамын, өйстіп бізге көмектесіп жатқандарына көп рахмет. Мың алғыс. Осындай жылулықты сезіне біліп жатыр бұл бақ берген. Өзінің әкесі екеуі жалғыз басты әкенің тұңғыш баласы. Енді 7 бүлдіршіні бауырлары бар. Олар қазір таңда лагерде. Лагерден кейін келген соң 1 қыркүйекте үй егер біте алмасақ интернатқа өткізейін деп жатыр. Біз интернатқа емес, біздің інілеріміз, біздің қарындастарымыз болғаннан кейін біз барынша қолдау білдіріп, бір ай қалып, бір айдың ішінде осы үйде толықтай бітіріп, әкесімен, бауырларымен осы үйде өмір сүретін болады, Құдай қаласа. Сіздерден кішкене ғана қолдауларыңыз керек болып тұр. Қазіргі таңда бізде 5 миллион теңгеміз қаражатымыз бар, бірақ толықтай бітуге жетпейді. Сіздерден сұрағаным, бізге қолдау білдіріп, кішкене көмектесіп жіберсеңіздер осы үйдің бітіруіне. Баршамыз алысып, аман-есен бауырларымды әкеп алсам осы үйде ойнап күліп, осы шаңырақтың астында өмір сүрсек. Сіздерден сұрағаным осы. Өткенде ғана анасы туралы айтып, әжептеу біз жылап алған едік. Бірақ қазір Аллаға шүкір, мінеки үйде тұрып, жүздеріне кішкене нұр пайда болып, Аллаға сансыз шүкір болсын, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында. Баршаңыздан өтінерім, ешқандай бұл өтірік емес, жалған емес. Кімде қандай күмән болса, төмендегі нөмірге хабарласыңыздар. Алла жолына мен садақам берем, мен жәрдем берем десеңіздер де, осы төмендегі нөмірге Каспийге аударсаңыздар болады. Каспий народный осы төмендегі нөмірде. Баршаңызға Алла тағала разы болсын, жүздеріңіз жарық болсын, беделдеріңіз биік болсын. Сіздердің жылулықтарыңызды сезіндік. Кішкене тағы көмектесіп, осы үйді аман-есен бітіріп алсақ, осы үйге бауырларымды әкеп алсақ, мен үшін ең үлкен қуаныш болатын еді.